Салем достар, мен сіздерге бүгін осындай керемет жұп-жұқа блинни жасауды үйрететін боламын. Қанша жесеңіз де салмақ қоспайтын, адамның ағзасына пайдалы өте керемет блинни. Әрине жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет болып шығады. Ал бисмилля деп енді блиннімізді бастаймыз. Бізге осындай овсяный керек болады, және кефир, жұмыртқа, сұйық май, тұз, шекер и ас содасы керек болады. Блендерге овсяныйны салып жақсылап майдалап аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай болады. Ал енді кефирімізді салып, жұмыртқамызды саламыз, сары майды саламыз, және шекер, сода, ас содасы, тұз барлығын салып, жақсылап блендермен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ыдысымызға салып аламыз. Уже бізде дайын болды. Енді ыдысқа салып аламын. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай қамыр болады бізде, сұйық. Енді газға сковородканы қоямыз. Азғантай салып, жақсылап пісіріп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет түске кіреді. Осылай етіп барлық блиннилерімізді пісіріп аламыз. Әрине, пісіріп көріңіз, өте керемет болады. Жұп-жұқа, көріп тұрғаныңыздай үлпілдеп тұратын күшті блиннилер болады. Ал біздің блиннилер дайын болды. Түстері де әдемі болып шықты. Енді сіз бұл блиннің ішіне творог салып, фруктилер салып, дастарханға тартсаңыз да болады. Өте керемет, жеп қоймайтын және салмақ қоспайтын өте керемет блиннилер. Балаларға да берсеңіз болады. Ағзасына да өте пайдалы блинни. Егер де сізге рецепт ұнаған болса, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз, және жақындарыңызға да менің каналымды беріңіздер. Ал сіздерге сәттілік, жасап көрсеңіздер, комментарийға бөлісіңіздер.